Olay bo'ladi bo'lsa, bugungi saboqning taqdiri azadlik uchun kurash. O'quv maqsadi shiqarmadagi epizodlar va beynelerni solishtiruv. Avvallar biz o'zi azadlik uchun kurash degan bu nima bilesizlar? Jamil Jabayevning o'limini alib o'tir. Olay bo'lsa bolalar, birinchi keltiradi. Mana akvariumdagi suratlar degan o'yin bor. Sizlarga kichkina o'ylab qo'ying. O'sha o'yinda biz zildi buyruq degan o'yinni o'qigan Jamil Jabayevning. Endi o'sha Jamil Jabayevning o'yinidagi 5 kiyiklarni atab berіңдер shikani. Bari o'qib qo'y. Yaxshi 5 kiyiklar. Xalq o'ta yaxshi. Yaxshi, bitta. Kim? Aha, gubernator. Najatdan? Bekbulat. Jandaram. O'ta yaxshi. Bizde o'shanday 5 kiyiklar bor ekan ata bu o'yinda. Yaxshi, endi o'yindagi xalqning umrini 5 so'zben baho berib qo'yishi. Sol kezde xalqqa qanday жағдай bo'ldi? Qanday o'y bo'ldi? Kim? Qo'rqinish bo'ldi. Yaxshi xalqqa qo'rqinish bo'ldi. Kim? Ayrılık bo'ldi. Kimdan ayrılık bo'ldi? Bala şakasından ya, yaxshi balasından ne? Qarşı şu. Kimga qarşı chiqdi? Ya pristavga, onun arjandagi kimlarga? Janaga patchalik hukumatga qarshi chiqdi. Yaxshi, kim? Kelesi? Yaxshi, Jilov, ya? Jilov. O'ta yaxshi. Kelesi kimlarga ayta qo'shing? Qarshi. Ya, o'sining barligi shiqarmaning ön bo'yinda tutasqan kuyda ne bo'ldi? O'si o'tib жатты. Bu xalqning sanasına әбден ауыр тиді бұл өлең. Бұл жаңа бұйрық. Зілді бұйрық деп қойды. Жақсы, келесі балалар, мен сендерге мынандай бір тапсырма бергенге болды. Бұл сараптау кестесі деп аталады. Осы сараптау кестесінде біз енді бұл шығарманың бәрін толық оқып біткеннен кейін енді біз бірінші топ сарапшылар, екінші топ журналистер, үшінші топ оқырмандар деп алдым. Енді бұл шығарманы қазір мен сендерге мына постер беремін, постер бойынша толтырасыңдар. Бұндағы сабақтың дискриптері сөздерінің мәнін ашасыңдар, оқиғаның себеп салдарын анықтайсыңдар, қорытынды тұжырым жасайсыңдар. Түсінікті ме? Кетті. Бірінші сарапшылар, екінші журналистер, үшінші оқырмандар. Сендерге тез уақыт беремін, тез толтырып жұмыс жасап көріңдер. Tamam.
Жақсы балалар. Олай болса, кішкене аяқтаймыз. Аяқтаймыз. Жақсы. Кел. Тұрабы, оқиды, басыр. Жаңа оқитын, кім оқиды, сол тұрып жағып оқытар болады. Кемді. Al birinci üstündeki soru. Sarapçılar. Жуал, қарсылық, қорқыныш, қойдай, шуал, Жоқ, ол не үшін үстінде төбесіндегі соны оқымайсың, ол не үстінде жатыр? Адамдардың ниетінен, көзқарастарын, мінез, толқын мен әрекеттерін танытатын сөздер мен сөз тіркестері. Бұлар не екен? Жуал, қарсылық, қорқыныш, қойдай, шуал, Қашу. Отбасынан айырылды. Жақсы, келесі. Өзгерістердің себептері мен салдары. Патшаның бұйрығы, салдырлары, халықтың үрейленуі. 34 жыл, яғни патша бұйрығынан шошынған жұрт жылады. Баланы алса, малды алса, қалай күн көреміз деп ойлады. Қарсылық білдіріп қашты. Алайда биліктің құрығы ұзын болғандықтан жарлық орындалды. Көп отбасы қорғаушы адамдарынан айырылды. Жақсы, тамаша сарапшылар осылай сараптама жасаған екен. Жақсы отырыңдар, түсініктеме бағыттарға. Келесі екінші топ. Бір-біріміздің берген тапсырмамыздағы ойларымызды мұқият тыңдап отырыңдар. Себебі осыдан кейін сендер не істейсіңдер? Өздерінің пікірлерін білдірулерің керек балалар. Өттересін оқыңдар. Топтардың сипаты мен күй жайындағы өзгерісті танытатын сөздер мен сөз тіркестері. Жандаралдық бұйрығы пристаптың хатты алуы бұйрық қылды, ұрыс болды, ел қашты, көп ерлер қаза тапты, жауға аттанды. Өзгерістердің себептері мен салдары. Себеп: әскерге жастарды алу, салдары ержүрек батыр, ержүрек сарбаздар зардап шегуі. Проблемалық мақала. Өлеңді оқи отырып қазақ халқының үйін талай ата-ананың зарын естігендей болдым. Тарих қойнауында қатталған бұл оқиға халықтың ауыр азабын көрсетеді. Баласынан айырылған халықтың мұң шерін үнін тыңдата алмаған халықтың жан қайғысын есту керек. Жақсы, журналистер өздерінің пікірлерін, ұсыныстарын берді. Тыңдадыңдар ма? Жақсы, келесі үшінші топ. Оқырмандар. Адамдардың басына түскен қиындық сипатын танытатын көркем сөздер мен сөз тіркестерінің қолданысы. Зілді бұйрық, ойран салу, жақсыны айдау, үйдің жарлығы, суық хабар. Өзгерістердің себептері мен салдары. Себеп: қарсылық таныту. Салдар: ұрыс болу, адамдардың құрбан болуы. Бізде ұсыныс хат. Халық үніне құлақ түру керек. Халық ойымен санасу керек. Қарапайым халыққа күш көрсетуге болмайды. Себебі бұл қара халық пен биліктің арасында қақтығыстарға әкелуі мүмкін. Өте тамаша. Жақсы, ойларымен жақсы тарсы. Отырыңдар. Жақсы, олай болатын болса, балалар, қазір осы тапсырма бойынша бізде қалыптастырып бағалау, бағдаршам
бағыттың несі, бағдаршамның несі қалыптастыру бағалау бойынша бағдаршамен өздерінің топтастарына жаңағы не айтыңдар, пікір айтыңдар. Кәне, кім айтады? Аха, айта ғой. Біз топпен ақтасып келе үшінші топқа бағдаршамның жақсы түсін береміз. Себебі ол бәрі топпен қатысқан және де тақырыпта аша білген. Жақсы, келесі. Екінші топ, кім? Екінші топ. Біз тобымызбен ақылдаса отырып, бірінші топқа бағдаршамның жақсы түсін бергіміз келіп отыр. Себебі олар тақырыпты жақсы ашып, барлығы топпен қатысқаны көрінді. Өте тамаша. Үшінші. Біз топпен ақылдаса келе бағдаршамның жасыл түсін екінші топқа бергіміз келеді. Өйткені олар журналистер болып өз ісін жақсы атқарды. Жақсы.